Sizge savalim, бұған дейін әлеуметтік желілерде әскерден қашқан азаматтарға 3 миллион көлемінде айыппұл салатындығы жөнінде ақпараттар жарияланған еді. Осы іс-әрекет қалай жүзеге асады? Ол заң бойынша ғой. Ол заң бойынша. Әскерден қашқан азаматтарды айыппұл арқалату арқылы енді мәселені шешкен болыпсыздар. Ал енді әскердегі зорлық, зомбылық, әскердегі тәртіпсіздікті қалай шешкелі отырсыздар? Қандай шаралар қолданасыздар? Еркектің арасында әрқашанда әр нәрсе болады. Это коллектив, он обособленный. Қожа Ахмет Кеңесбек, Хақ Медиа. Сізге сауалым, бұған дейін әлеуметтік желілерде әскерден қашқан азаматтарға 3 миллион көлемінде айыппұл салатындығы жөнінде ақпараттар жарияланған еді. Осы іс-әрекет қалай жүзеге асады? Айыппұл салу қалай жүзеге асады? Ол соны ақпаратты қай жерде сіз? 3 миллион? 1,5 миллионнан 3 миллионға дейін айыппұл салынатындығы жөнінде. Я дұрыс, енді ол заң бойынша ғой. Ол заң бойынша. Біріншіден, оған не повестка келгенде, әрине ол міндетті түрде военкоматқа келуге тиісті. Бірақ ол келмесе, бірінші рет оған ескерту жасайды. Екінші рет, әрине, оны штраф айыппұлын алады. Сіздер енді әскерден қашқан азаматтарды айыппұл арқалату арқылы енді мәселені шешкен болыпсыздар. Ал енді әскердегі зорлық, зомбылық, әскердегі тәртіпсіздікті қалай шешкелі отырсыздар? Қандай шаралар қолданасыздар? Ол мәселелерін әрине ешкім оны біздің командирлер, сержанттар оны қолдамайды. Әрине қарайды. Әскери борышын өтеуге сап-сау кеткен Қызылорда облысы Арал ауданының тұрғыны 19 жастағы Ринат Жеткергенов үйіне есінен адасқан күйде оралыпты. Әскерге жалғыз ұлын аттандырып мәйітін алған өскемендік отбасы ертең жауынгерді жер қойнына тапсырмақ. Маңғыстау облысындағы әскери жиын кезінде сарбаздың бетіне оқ атқан офицер қамауға алынды. Тергеуді қасақана адам өлтіру бабы бойынша бас әскери прокуратура жүргізуде. Маңғыстау облысында шекара қызметінің әскери бөлімінде отан алдындағы борышын өтеп жүріп қайтыс болған сарбаз Еділ Тешебаевты жақындары бүгін жер қойнына тапсырды. Біріншіден ол тәртіп. Бірақ ол еркектің арасында әрқашанда әр нәрсе болады. Это коллектив, он обособленный, имеет свои особенности, как в совместной деятельности, так и практически они постоянно находятся вместе. Между ними происходят какие-то соответствующие... Сіздің ойыңызша бұл қалыпты жағдай ма сонда? Сіздің ойыңызша әскерден табытпен қайту, әскерден жаңағы өлім-жітім мәселесі қалыпты жағдай ма еркектердің арасында сіздің ойыңызша? Жоқ, ол олай емес. Мен айтпайын ғой, жол осылай болуға тиісті. Бірақ оны біз қолдамаймыз. Онаған командирлер бәрін күш салып, оны жол бермейтін шаралары өткізіп жатырмыз. Мы проводим ряд мероприятий. Это касаемо и работа непосредственно, индивидуальная работа с личным составом. Это работа и с родителями военнослужащих. Это и обеспечение, всестороннее обеспечение, о чем я говорил сейчас. Это, кроме того, рассматривается и у нас в расположениях, где размещены военнослужащие срочной службы, видеонаблюдение. Поэтому говорить о том, что мы, командование частей, подразделений и в целом вооруженных сил не принимает никаких мер, об этом нельзя. Сыртқы борышы туралы айтыңызшы, бүгінгі есеп бойынша қаншаны құрайды және қалыпты экономикалық жағдайда қанша уақытта қайтару мүмкіндігі бар? Бүгінгі таңда біздің сыртқы борышымыз 28 триллион теңге құрайды. Ол жалпы ішкі өнімге бөлгенде 21,7%-ды бүгінгі таңда құрап тұр. Енді келесі 5 жылдықта біз өзіміздің лимитіміз бар, 25%, одан біз аспаймыз. Сол жақсы немеде жүрді, өз пределдарында.